Баршаңызға сәлем, бұл қазақша медицина арнасы. Бүгін біз неге 1 жасқа дейінгі балаларға балды мүлде беруге болмайтындығын айтамыз. Бұл жағдайда ойымызға бірден аллергиялық реакциялар келеді. Балдың аллергиялық реакцияларды туындататыны рас, дегенмен ол одан да қауіпті балалар ботулизміне әкелуі мүмкін. Ботулизмді Clostridium botulinum бактериясы туындатады. Бұл бактерия оттексіз ортада өмір сүреді. Оттекті ортада сыртқы әсерлерге төзімді спораларға айналады. Міне осы бактерияның споралары балда кездеседі. Бала балды жегеннен кейін ботулизм споралары балмен бірге асқазанға түсіп, өзінің уын, яғни токсинін бөледі. Ересек және үлкен балаларда бұл спора асқазанға түскесін тұз қышқылының әсерінен өледі. Ал 1 жасқа толмаған балалардың асқазан ішек жүйесі әлі толық дамымағандықтан, оның қышқылдылығы қоздырғышпен күресу үшін жеткіліксіз. Сондықтан споралар көбейіп, ботулотоксинді бөледі. Ботулотоксин баланың жүйке жүйесін зақымдап, бұлшықеттердің иннервациясын бұзып, яғни бұлшықеттер жиырылмай, паралич дамиды. Және де бұл өз кезегінде тыныс бұлшықеттерінің параличіне әкеліп, тынысты тоқтатады. Клиникалық көріністерінде балада іш қату, ұйқышылдық, фтоз, яғни қабақтың төмен түсуі, балада дұрыс ем алмау, жылағанда даусының әлсіз болуы немесе мүлде шықпай қалуы, аяқ-қолдарының қозғалыссыз болуы және басын ұстай алмай қалуы көрінеді. Уақыт өткен сайын барлық бұлшықеттер жасамай қалады. Осы белгілер балада болса, міндетті түрде жедел жәрдем шақырып, реанимация бөлімшесіне жеткізілуі керек. Ботулизмді ерте анықтау бала өмірі үшін аса маңызды, себебі уақытылы анықталған ботулизм балаға ботулизмге қарсы сарысуды егіп, оның өмірін алып қалуға көмектеседі. Осы қауіпті жағдайлар орын алмас үшін балаңызға балды 1 жасқа дейін мүлде бермеңіз. Сондай-ақ ботулизмнің споралары кездесуі мүмкін. Консерві, банкіге жабылған тағамдар және де шұжық өнімдерін балаға бермеңіздер. Кей аналар балды балаларымызға беріп жүрміз, ештеңе болмады деп айтуы мүмкін. Сіздің жолыңыз болып, ботулизмнің споралары балда болмады. Дегенмен келесі жолы болмауына ешкім кепілдік бермейді. Сақтық балаңыздың денсаулығын сақтайды. Назарларыңызға рахмет, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ауырмай аман жүріңіздер.